Бүгінгі видеода ранг отрядта мастерлер қолданатын керемет әдістерді көретін боласыңдар. Дайынсыңдар ма? Ендеше кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Ералы. Жалпы бүгінгі видеода барлығы тек ранг отрядов туралы болады. Яғни мастерлердің жиі қолданатын әдістерін көретін боласыңдар. Бірінші әдіс ол әрине стенка керек және де досың керек. Бәрі әдеттегідей достар. Осы үйдің алдына стенканы тура осылай қоясыңдар. Одан кейін досына айтасың алдына шық деп, оның үстіне шығып стенка арқылы үйдің үстіне шығасың. Жалпы бұл жерде барлық жері көрініп тұрады. Мен ойымша бір керемет позиция және де дальний автомат алып алыңдар, яғни Ан-94 болсын, әйтеуір қандай автомат ұнайды, сол автоматпен бір-екі рет хед беріп, жалпы бұл жерде жеңу мүмкіндігі көп достар. Және де достар, конкурстың жауабы 3-ші июнь шығады деп айтқан болатым. Егер сұрақтар қазір болып қалса деп айтып жатырмын да, алдын ала айтып жатырмын. Және де ол конкурстың жауабы қайда шығатынын айтқан болатым. Әрине ВК группада шығады 3-ші июньде. Ендеше келесі әдіс. Келесі әдіс бұл ранг отрядовтағы фабрика. Яғни бұл әдісті рейтингте де қолдансаңдар болады. Ол үшін стенка керек. Бірінші стенканы тура осылай қоясыңдар. Екінші стенканы үстіне сәл ғана достар осы сызықтың бойымен қоясыңдар. Одан кейін тура осылай жүгіріп үстіне шығасыңдар. Одан кейін достар осы жерде абайлап жай-жайдан секіріңдер. Секіріп болғаннан кейін жүгіру мәдірін басып сол жаққа секіресіңдер. Бұл жерде енді достар мен сияқты осылай отырып 3 стенканы қоясыңдар. Яғни саты қылып жасайсыңдар өздеріне ыңғайлы секіру үшін. Мінекей тура осылай, одан кейін сызықтың бойымен сәл ғана достар осылай қоясыңдар. Үшіншісін үстіне сәл ғана көтеріп достар, қатты көтермеңдер, жай ғана тура осылай қойсаңдар болады. Одан кейін үстіне достар смело шықсаңдар болады, смело лүпілдерінде бассаңдар болады. Бұл жер өйткені керемет позиция, яғни үстінен тығылып отырған қарсыластарды үстінен атуға болады. Мен ойымша бір керемет позиция достар. Және де граната болса тіпті қатып кетеді. Кәдімгідей оп-оңай топ-1 аласыңдар және де мастерге дейін көтеру мүмкіндігі үлкейеді. Бітті достар. Келесі әдіс. Келесі әдіс бұл ранг отрядов, яғни починок деген жерде. Бұл жерде осындай кішкентай ғана әдіс бар. Орысша айтқанда лайфхак достар. Күнде қолдансаңдар болады. Өте керемет лайфхак. Бұл жерден сендерді қарсыластар көрмейді, жалпы байқамайды. Осы жерден смело атып, бастарына хед беріп, жатқызып, топ-1-ді оп-оңай аласыңдар достар. Қолдансаңдар болады. Келесі әдіс. Келесі әдіс бұл жерде әрине жәшіктің үстіне шығып, үстіне секіресіздер және де стенка керек. Стенка арқылы досының үстіне шығасың, одан кейін стенкалармен, яғни төбесіне шығасың. Жан-жағы көрінеді. Тағы да бір керемет позиция және де жайский лайфхак десе де болады достар. Қараңдар, жан-жағы кәдімгідей көрініп тұр. Смело қарсыластарды жатқызсаң болады және де мына жақтағы да төбеге шығуға болады. Жүгіріп барып секіресіңдер. Бітті достар. Керемет әдіс. Келесі әдіс ендеше. Келесі әдіс бұл жерде әрине кішкентай көпір бар. Сол кішкентай көпір достар орысша айтқанда лайфхак болып тұр ғой. Егер де тура осылай отырсаңдар, сендерге қарсылас оқтарын тигізе алмайды достар. Оқтарын тигізе алмайды. Ал сендер болсаңдар тұрып қалып басына хед беріп қайтадан отырып, яғни қарсыластарды жатқызып, тез-тезден топ-1 алып кетуге мүмкіндік бар. Тура осылай атып хед бересіңдер. Бітті достар. Керемет әдіс, қолдансаңдар болады. Ендеше келесі әдіске көшейік. Келесі әдіс починокта жалпы осындай кішігірім әдіс бар. Орысша айтқанда тағы да лайфхак достар. Бұл жерде досың керек және де стенка болу керек. Стенканы тура осылай қоясың, одан кейін досың алдына шығады. Шыққан кезде үстіне секіріп, одан кейін міндетті түрде прицел ұстап достар секіріңдер. Сол кезде оп-оңай үстіне шығатын боласың.
прицелді тура осылай ұстап тұрып, үстіне асықпай шығасыңдар достар. Бітті. Жан-жағы көрініп тұрады. Кәдімгідей керемет позиция, керемет әдіс менің ойымша. Өйткені неге десеңдер, жан-жағы көрініп тұрады. Қарсыластардың бәрін көріп тұрасыңдар, және де оп-оңай үстінен жатқызатын боласыңдар. Мінекей былайынан зig-zig дейсіңдер де спайк. Бітті достар. Керемет әдіс. Ендеше келесі әдіс. Бұл жерде әрине стенка керек, және де досың керек. Одан кейін бір дальный автомат алып алсаңдар болады. Ан-94-ті алсаңдар да болады. Өйткені Ан-94 осындай битва отрядта имба достар. Скины болса тіпті шоколад болады. Осындай екі этажды үй бар, сол екінші этаждың үстіне шығамыз. Және де стенканы қай жерге қоямыз, қазір көрсетемін. Жалпы сол жағында терезе бар, отырып кіреміз. Одан кейін бір стенканы тура осылай қоясың, досын айтасың, алдына тұр дейсің, болды. Ол алдына қалай тұрады, үстіне шығасың. Бітті достар. Енді төбесінен бәрі көрінеді. Сені күтіп тұрған қарсылас, оны енді керісінше сен күтіп аласың, және де өзі де шокта болады. Жалпы достар, бұл жерде өте керемет әдіс, керемет позиция қолдансаңдар болады. Ендеше келесі әдіс. Келесі әдіс битва отрядов, яғни ранг отрядта обсерватория деген жер бар. Бұл жерде де әдеттегідей досың керек, және де стенка керек. Стенканы бірінші қайда қою керек, қазір көрсетемін. Жалпы осы жерге стенканы қоясыңдар, одан кейін досын айтасың, алдына тұр дейсің. Бітті достар. Тез әрі жылдам қойсаңдар, бәрі шоколад болады достар. Осылайна прицелді ұстап тұрасың да үстіне шығасың. Бітті. Изи достар. Жан-жағы көрініп тұрады, кәдімгідей бәрін жатқызып топ-1 алуға мүмкіндік береді. Ендеше келесі әдіс. Чентоза картасында осындай екі этажды үй бар. Бұл жерде де досың керек, және де стенка керек. Яғни екінші этажға шығамыз, одан кейін стенка қойып, досын үстіне шығып төбеге шығатын боламыз. Сол жақта терезе бар, осы жерден шығып стенканы тура осылай қоясыңдар, одан кейін досын айтасың, стенканы алдына тұр дейсің, болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай қарсыластар ерте келіп қойды, бірақ та біз оларды кәсімила жатқызатын боламыз. Әрине әдіспен үстіге шығып керемет позицияда достар. Осы жерде тағы да бір стенканы жаба саламыз, одан кейін досының үстіне шығып стенкаға шығамыз, одан кейін керемет позиция, яғни төбеде болатын боламыз. Барлығы көрініп тұрады, үстінде отырып бәрін смело жатқызсам болады. Айтпақшы достар, өздерін көріп тұрғандай біздің гильдия бар, аты Нова. Егер де кіргілерін келсе, менің офицеріме, яғни гильдияның офицеріне жазсаңдар болады. Гильдия офицерінің сілтемесі осы видеоның астында описанияда офицердің сілтемесі болады. Барлық сұрақты соған жазсаңдар болады, қандай шарттары бәрін офицерге жазсаңдар болады. Ендеше келесі әдіс. Көбінесе қарсыластар осындай жерде тығылып отырады, оларды қалай оңай жатқызуға болады? Әрине стенка арқылы. Стенканы тура осылай қоясыңдар, тығылып тұрған жерінен стенканы тура осылай қойсаңдар, иди сюда дейсіңдер. Бітті достар. Екеуінде оп-оңай жатқызасыңдар. Осы әдістерді түсіруге көмектескен гильдияның балдарына рахмет айтамын, және де сендерге айтар сөзі бар. Ендеше бірге тыңдайық. Короче, Ералы ағаның подписчиктері осы каналда 100 мыңға жеткізсек, сендерге нычкалар түсіру, рейтинг көтеруге көмектесіп жатқан үшін лайктарыңызды басып отырыңыздар. Енді не дейміз, сөзге кетейміз деп па? Короче, тіктер, роднойлар, золотойлар, енді Ералы братанның каналына, Құрт деген каналына жазылайық, каналға лайк басайық, не дейміз, 100 мың подписчикке жетейік, күміс кнопканы алайық. Келесі сөзді мен Еламанға беремін. Рахмет. Ералы братанның каналына тіркеліп, қолдау көрсетейік. Барлық видеолар трендке шықсын. Бәріміз аман болайық. Сол. Сонымен достар, астында қызыл кнопканы сұр кнопкаға айналдырайық, және де қоңыраушаны кім басқан жоқ, қазірден басып қойсаңдар болады. Өйткені неге десеңіздер, болашақта видеоны бірінші көріп және де өткізіп алмайтындай боласыздар. Ендеше достар, сендермен болған мен Ералы, және де гильдияның балдары Нова Еламан, Нова Бекош, Нова Король, және де мен Ералы. Тағы да айттым ба? Сендермен болған мен Ералы,
келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a car. And pop his head open like a cork. Ералы ағаның подписчиктері. Не дейміз? Ералы ағаға қолдау көрсетіп, лайк басып, каналына тіркеліп, түсіп жүре беріңіздер. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Бір кәдімгідей еламан сөйлеген кезде бір тойда отырғандай болдым. Қазір кешек менікі дегендей сияқты не айтам деп. Андай аталар болады, үлкен аталар. Иә. Сонымен достар, қоңыраушаны кім басқан жоқ, қазірден бастап басып қойыңдар. Кім арнаға жазылған жоқ, қазірден бастап жазылыңдар, жоқ олай болмайды. Так. Сонымен достар, қазір егер тәтті сөйлеп алайын, сен сөйлегенде үндеген жоқпын ғой мен. Қазір